Білесіңбе, мен барлығын істеп көрдім. Мен кітапты оқып көрдім, оны өртеп көрдім. Мен барлық ойынды жеңіп көрдім және жеңіліп көрдім. Және сеньор Пеллоға подписаться етіп көрдім және қайтадан подписаться етіп көрдім. Бірақ ештеңе шықпады. Бірақ мен мынаны білдім. Әлемде сен өлтіресің немесе өлесің. Барлық кереметіміз сонда, сондықта. Тоқта, демек құрқыткар. Жалғастыра бер. Жоқ, керек емес. Шықма мені, мен сені шыққан жоқпын ғой дейсіз бе? Я, не болыпты, неде проблема? Сен мені өлтіргің келмей ма? Сен өзіңнің геноцидтік порцияңмен келдің бе? Сен өзіңнің ініңді білесің бе, қандай іні? Өзіңнің ініңді мен өлтіріп тастаған. Өзіңнің ініңді, тупой. Есіме түсіргеніңе рахмет. Сен таяқ жегің келмей ма? Ал жарайды, басқа малып қалған жоқ. Не деген керемет күн. Құрқыткыр. Қалай дедім бәрд? Демек мен сенен күшті болып тұрмын ғой, а? Жарайды. Түріңе қараш. Жоқ, сен қарай алмайсың ғой. Мен әлі тірімін. Не деген керемет күн. Да. Неткен керемет күн, да, тоқта. Сендей балалар болғанда өртенуі керек. Жарайды, онда мен бастаймын. Аузыңды жап. Не, тек қана сен қозғала аласың деп ойладың ба? Мен қанша жалғастырсам да бәрі ештеңе шықпайды. Білесің бе, менің енді жоғарға шығамыз деген үмітім жоқ. Және білесің бе, сен менің інімді өлтіріп тастағаннан кейін менің саған жыным кетіп кетті. Бірақ та енді мен не істеймін басқа? Сен тіпті бар ғой, тыңдап отқанда жоқсың ғой. Сен жай ғана қарап тұрсың және мені өлтіруге тырысып жатсың. Бұдан ештеңе шықпайды. Бұрынғының қайттан келгенін қалар едім мен. Сені бар ғой? Сен мені бәрі тыңдап отқан жоқсың ба не? Тоқта, мен саған бірдеңе айтқым келеді. Біз қанша төбелесек те, біз қанша төбелесек те, сен менің қанша досымды өлтірсең де, мен бірдеңені әлі сеземін. Сен дос болатын сияқтысың мен әлі. Сен бұның барын қойсаң қайтеді досым.
Я тек қана сол, менің жұмысым тек қана сол. Егер пышағыңды жерге қойып бар ғой, қайтадан достаса алсақ, сонда керемет болатын еді. Қайтадан бұрынғы қалпыңа келсең ғой. Сол енді келесің бе? Жоқ. Жарайды, менің басқа амалым болған жоқ. Ал мен сенің дос болатыныма үміттенемін. Бірақ амал нешік? Сонда мен Лиззатқа үміттеніп ме екен? Бір жаман болған адам екінші рет жақсы болмайды ғой, иә? Әлі ауырып жатсың ба? Бәрібір білесің бе? Мен сенен де жек көріп отырмын. Білесің бе, мен әбден шаршадым. Тоқтат сен мынаныңды, түсіндің ба? Қой дедім мен саған, әйтпесе мен өзімнің супер атакамды қолданамын. Жарайды, өзің сұрадың. Санстың бие! Енді мен өзімнің өте супер атакамды қолданамын. Қайда ол? Иә, ештеңе. Мен ештеңе істемеймін. Яғни сен ешқашанда өзіңнің кезегіңде жүре алмайсың. Жоқ. Сен енді бәрібір менімен қаласың. Жарайды, мен отырам. Я отырғаның дұрыс, маған тиісуші болма. Мені шынымен де сен мені өлтірдің ба? Жарайды. Ақыры өлтіргенде келсің. Мен кетейін. Папирос, саған бірдеңе керек па? Уануи! Мынау сен бе? Сен қандай тағы монстрсың? Көрдің бе? Бұл жай ғана пранк, бро. Жай көрдің бе, мен саған көмектесіп жатырмын. Мені өлтірмеші, өтінем. Мен кейде саған көмектесе аламын. Мен пайдақ саламын саған. Өтінем. Өлтірмеші.
Ya. Ya. Ha? Salim. Bu men. Çara. Жоқ. Жоқ. Демес. Көмектесіңдер. Мені шығарма. Және кел Салимге ұршып. Сосын бар ғой және айқайлай бермеш. Міне бір-бірімізде тілімізді таптық. Енді саған бір таңдауды таңда деп тұрмын. Бұл әлемді мүлдем кетіріп тастайсың. Немесе осы әлемде мәңгілікке осы жерде қалып қоясың. Қайсысын таңдайсың? Мынаны таңда деп тұрмын, мынаны. Мынаны. Жоқ, емес мынаны. Мынаны таңда. Мынаны таңда деп тұрмын ғой. Жоқ. Жарайды, сен таңдайсың. Әлемді сенімен бірге кетіріп тастаймыз. Білесің бе, сен бұның бәрін орнына келтіре аласың. Ол үшін орнына келтіргің келе ме, әлде жаныңды жоғалтып алғың келе ме? Соны айта қойшы. Я? Немесе жоқ? Немесе екеуінен басқа да затты таңдауға болады. Сонда жақсы өмір сүре аласың. Сен менің каналыма простой шкетке және Сеньор Пелоның каналына подписаться етесің. Осы жол ең ыңғайлы болып тұр. Айтасың. Қайсысын таңдайсың? Сен подписканы таңдадың ба? Бұл Underpants болды. Сіздерге өте көп рахмет айтамыз. Өйткені сіз бұл видеоны қарадыңыз. Видеоға лайк басыңыз және арнаға подписаться етіңіз. Өйткені білесіз бе? Мысалы, Сансты дыбыстаған бұл Ерасыл, ал Азгорды дыбыстаған бұл Ерасыл, Флауиды дыбыстаған бұл Ерасыл. Оларға өте көп рахмет айтамыз. Өйткені мен кәдімгідей тамағым алып кетті. Ең болмаса сол үшін мен аяғы лайк басып және подписаться жасаңдар өтінемін. Тамағым ішінде алып кетті. Барып су ішіп келмесем. Ал енді басқа не айтамын? Сау болыңыздар, достар.